Сәлем баршаңызға, бүгін керемет етті пирог дайындайтын боламыз. Алдағы рецепттерімді жіберіп алмау үшін менің каналыма жазылып, колокольчик басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Үй температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майға қаймақты қосамыз. 2 жұмыртқа және де татымына қарай тұз, қант қосамыз. Барлығын миксердің көмегімен бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Үстіне қамыр қопсытқышпен ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысқақ қамыр болса да, ұнның мөлшерін рецептте берілген мөлшерден асырмаймыз. Тақтаның үстіне ұн сеуіп, қамырымызды біріктіріп аламыз. Қолға жабысатын болуы мүмкін, бірақ біраз илесеңіз, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр шығады. Оны целлофан пакетке салып, холодильникқа шамамен 25-30 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Тартылған етке майдалап туралған пияз, картопты салып, татымына қарай тұз бұрышын салып, қалауыңыз бойынша зира салсаңыз да болады. Бұл міндетті ингредиент емес. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, екіге бөлеміз. Бір жағын үлкенірек, бір жағын кішірек етіп. Кішірек жағы бетіне болады, ал үлкенірек жағы қамырдың негізі болып табылады. Кішкене ұн себіп, қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Сіздің пирог пісіретін формаңыздың размеріне сәйкес етіп жаямыз. Пісіретін формамызды майлап, үстіне негізін саламыз, яғни негізгі қамырды саламыз. Бетіне фаршты салып, шет-шетіне жеткізіп, жұқалап жайып шығамыз. Қалған қамырымыздың екінші бөлігін, кішкене бөлігін, яғни жұқалап жайып аламыз. Бұл бетіне жабатын бөлігі болады. Бетіне қамырымызды жауып, шет-шетін бекітіп шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бекітсеңіз болады, және де артық шығып тұрған қамырды да кесіп алып тастасаңыз болады. Ортасынан ауа шығатын тесік жасауымыз қажет, сонда қамырымыз қатты көтеріліп кетпейді. Бетіне жұмыртқаның сарысын барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Және қалауыңызша күнжіт сепсеңіз де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз сочный және де қамыры үгіліп тұрады. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.